Сәлем баршаңызға, сіздермен балды торт дайындаймыз. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге керекті заттар: жұмыртқа, сұйық май, құмшекер және де бал. Барлығы осындай шай кесемен есептеледі, яғни пияламен. Миксерлейміз барлығын. Содан соң оны саламыз. Осындай шай кесемен 3 кесе. Жақсылап миксерлейміз. Міне осындай консистенцияда болады. Енді қағазымызға формамызды сызып алып, тестамызды саламыз. Менде 4 корж шықты, көп-көптен салдым. Негізі 5-6 корж шығаруға болады. Мен асығыс болғандықтан 4 корж шығардым. Міне осындай болып пісті. Жан-жағын осылай формамен тегістейміз. Бұл корждар өте тез піседі. 180 градуста 2-3 минуттың ішінде пісіріп аласыздар. Қатты күйіп кетпеу керек. Жан-жағындағы корждарды бөлек ыдысқа салып, қолымызбен үгітеміз. Түйіршік қалмау керек. Енді кремін дайындаймыз. Мен балаларға істеп жатқандықтан осындай сүтке 1 кесе ұнды салып, жақсылап осылай араластырып аламыз, іртігін жазып. Содан соң құмшекерімізді саламыз. Дәміне қарай астын баяу отта тоқтамай қозғап тұрамыз. Міне осындай болып бұрқылдағанша қозғаймыз. Қоюлығы да осындай болу керек. Асты жабысып қалмау керек. Дайын болды. Суытып аламыз кремімізді кішкене. Осылай кішкене жағамыз. Қозғалып кетпеу үшін. Содан соң корждарымызды орналастырып бастаймыз. Bir коржымызды орналастырып, сосын кремін жағамыз. Содан соң үстіне тағы коржымыз. Дәл солай қайталана береді. Егер сіздерге бұндай крем ұнамаса, сливки, творожный сыр және қант ұнтағын араластырып жақсаңыздар болады. Тоңазытқышқа жарты сағатқа салдым. Міне қазір кольцодан босатып жатырмыз. Осылай жан-жағын пышақтың көмегімен босатып алыңыздар. Әйтпесе формасы бұзылып кетуі мүмкін. Жаңағы корждарымызды, ұнтақталған корждарымызбен бетін жанына жағып әсемдейміз. Міне біздің балды тортымыз дайын. Өте жұмсақ, нәзік, әдемі, дәмі де керемет болып шықты. Кесіп көрсететін боламын. Кескенде де жұмсақ болып кесіледі. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі керемет болып шығады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі рецепттер шығатын болады. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің шыққан рецепттерімді сіздер көре алатын боласыздар. Сіздермен болған жансая ас болсын.